Ендігі келесі баяндама Моңғолияның білім ғылым министрлігіне қарасты білім институтының аз ұлт балалары мен шетелдегі моңғол балаларының білім іздестіру секторының ғылыми қызметкері Зульмира Жаубайға беріледі. Тақырыбы Моңғолиядағы аз ұлт балаларының білім алуы деп аталады. Мархабат. Зульмира Жаубай. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Сіздерді халықаралық ұстаздар мерекесімен құттықтаймын. Естіліп тұр. Микрофон включите, пожалуйста. Эльмира, микрофон включите, пожалуйста. Қазір сәл техникалық. Все хорошо слышно. Сейчас видно, слышно. Менде презентация көрініп тұр ма? Да. Я көрініп тұр, сөйлей беріңіз. Қазақ тіліндегі презентация көрініп тұр, е? Көрініп тұр, барлығы көрініп тұр, даусыңыз естіліп тұр, сөйлей беріңіз. Жақсы, рахмет. Осындағы бүгінгі тамаша басқосуға шақырған өрлеудің ұйымдастыру алқасына және Лариса ханымға көп рахмет. Біз осы қос тілде білім беруді енді қолға алып жатырмыз. Мен бұл ретте сіздерге мазмұн мен тілді кіріктіре оқыту, яғни Кілелдің әдістемесінің сынақ нәтижелерін зерттеу қорытындысы бойынша. Біз Кілелді енді бастап сынақтан өткізіп жатырмыз екі мектепте. Сол бойынша біздің жұмыс тобы доктор Туя, доктор Қансух, мен әріптесім Герілма және мен төртеуміз осы бір топ болып екі реткі үлкен зерттеу жұмысы, сонымен бірге Кілелді Моңғолиядағы қазақ балаларының оқып білім алу, білім сапасын жетілдіруіне, арттыруына байланысты қалай қолдансақ, және өзіндік үлгі жасау, Моңғолиядағы қазақ балаларына Кілел бойынша сабақ үйретудегі өзіндік үлгісін жасау барысындағы іс тәжірибемізбен сіздермен бөлісейін деп отырмын. Біздің сынақтың және зерттеу жұмысының негізгі мақсаты Байнюлге аймағындағы таңдалған мектеп сынып пәндер бойынша мазмұн мен тілді кіріктіре оқыту әдістемесін аз ұлт балаларының білім сапасын арттырудың басты құрал екендігіне көз жеткізу. Сосын жаңағы міндеттері сынақ әдістемесін жасау, диагностикалық зерттеу жасау, әдістемені сынақтан өткізуге әзірлік жасау. Мұнда мұғалімдер мен мектеп әкімшілігін, жергілікті білім басқармасының мамандарының біліктілігін шыңдау, менеджменттік жұмыс топтарын ұйымдастыру, әдістемені сынақтан өткізу, сынақ нәтижесін зерттеу, сосын Кілелдің үлгісін жасау, басқа мектептерге таратудың жолдары мен мүмкіндіктерін анықтау деген міндеттерді алға қойдық. Мына жерде бір айта кететінім, біз бұл әдістемені сынақтан өткізбес бұрын және Кілел деген сөзді тікелей аудармасын жасап, пән деген сөзді пайдаланғанбыз. Пән мен тілді кіріктіре оқыту деп. Кейін екі мектепте сынақ жұмысы жүрілгеннен кейін бұл міндетті түрде пән бастан аяқ тілменен кіріктіріле оқыта ма жоқ па деген сұрақтар туындады да, сол рет бойынша, сол мәселе бойынша біз бұны міндетті түрде пән емес, бұл мазмұн, кез келген мазмұнды тілменен кіріктіре оқыту мәселесі қарастырылады екен.
деп көріп, кейін біз бұны пәннің орнына мазмұн деген сөзді пайдалануды жөн көрдік. Сондықтан әдістеменің атын пән мен тілді кіріктіре оқыту әдістемесі деп термин ретінде осылай қолдансақ па деп отырмыз. Тәжірибе қайда жүрілді дегенде, бұл қазақтар көбірек шоғырланған Үлбі қаласында жалпы білім беретін 3-ші және 5-ші мектептерде, сосын 4-ші сынып әрине бастауыш сынып, осы 4-ші сыныптан 2 топ әр мектептен, 6-ші сынып орта сынып болғандықтан олардан әр мектептен 2 топ. Сондықтан барлығы 8 топ таңдалынып алынды. Осы сынақ тобыменен бірге бақылау тобы. Бұл бақылау тобы дегеніміз не дегенде, дәстүрлі түрде бұрын қалыптасқан қалыпта, жаңағы 4-ші сыныпта таза, бастауышта таза қазақ тілінде, орта сыныпта таза, 6-ші сыныпта бастан аяқ моңғол тілінде жүрілетін сыныптар. Бұдан 4 сынып таңдалынып алынды. Бұндағы мақсат болғанда біз кілелменен пәнді кілел бойынша үйреткеннен кейін бақылау тобыменен салыстыру. Қай топтың жетістігі басымырақ дегенге көз жеткізу үшін сынақ тобы, бақылау тобы деген осындай 2 топ таңдалып алынды. Сосын сынаққа математика, бейнелеу өнері, адам және табиғат, дене шынықтыру деген 4 сабақ 4-ші сыныпқа, сосын математика, бейнелеу өнері, биология, дене шынықтыру деген 4 сабақ 6-ші сыныпқа, яғни орта сыныптарға таңдалынып алынды. Бізде сынақ мерзімі 14-ші ақпаннан бастап 20-ші мамырға дейін жүрілді. Бұл 13 аптаға жалғасады, 290-дай уақыт деген сөз. Қандай бір жалпы педагогикада сынақ жұмысы 8-ден 16 апта жүрілсе, бұл болатындай мүмкіндік жеткілікті уақыт деп көріледі екен. Сондықтан біздің сынақ жұмысымыз 13 аптаға созылды. Сондықтан бізде де бұл тәжірибемізді негізі уақыт жағынан тиімді, ұтымды болды деп қорытындылап отырмыз. Енді бұл сынақ туралы. Ал осы сынаққа дейін не істелінді дегенде, 21-ші жылы желтоқсан айында біз сынақты бастамас бұрын бақылау тобынан да, сынақ тобынан да, мына жаңағы айтқан 8-да 4 топ бар, осы 12 топтың 2 тілден, қос тілдегі деңгейі қандай? Бұл тұтас қазақ балалар ғой. Қазақ балаларының ана тілден деңгейлері қандай? Сосын мемлекеттік тіл, яғни моңғол тілін меңгеру деңгейлері қандай дегенге диагностикалық зерттеу жұмысы жасалынды. Бұл 21-ші жылдың соңында. Енді 190 балалар демалғаннан кейін ақпанның 14-нен бастап біз сынақ жұмысын бастадық. Жаңа айтқанымдай 20-ші мамырға дейін сынақ жалғасты. Сосын 13 аптадан кейін біз нәтиже қалай болды деген қайтадан нәтижелік зерттеу жұмысын қайта жасадық. Зерттеу жұмыстарында қандай әдістемелер қарастырылды дегенде, балалардың тыңдау, оқу, жазу, сөйлеу біліктерін тексеруге арналған тапсырмалар қазақша, моңғолша, сосын суретті сынама, сауалнамалар, ата-аналардан, оқушылардан, сұхбаттар, ата-аналар, мұғалім, мектеп басқармасы, жергілікті білім басқармасының мамандары қатарлы тараптарменен сұхбаттар жасалынды. 2 реткі зерттеу жұмысында. Сынаққа дейін және сынақтан кейінгі. Зерттеу тапсырмаларына жасалған нәтижелерді мен таныстырайын қысқаша. Біріншіде тіл 2, яғни моңғол тілі. Қазақ балалар үшін моңғол тілі қандай деңгейде болды дегенде, барлығы қатысқан топтарында 3-ші мектептен, 5-ші мектептен, барлығы бізде 4-ші сыныптан қатысуға тиісті оқушы 195, қатысқаны 6-ші сыныпта 167 деген сияқты. Сосын сөйлеу білігі дегенде біз бөлік алып қарастырдық. Мұнда әрбір топтан 6 бала, 6 оқушы таңдалынып алынды да, сол 6 оқушы 72 оқушыдан айтылған 5 пән бойынша суреттер беріліп,
сол сурет бойынша әңгіме айта алу. Математикадан немесе адам және табиғаттан арнайы әңгіме айту деген сияқты. Сонысын суретті сынама. Бұл енді әлемдік деңгейде қолданылатын пивоти әдістемесі. Бұған тағы да жаңағы сөйлеу білігін сыналтуға қатысатын 6 бала тағы да дәл сол 6 бала таңдалды деген сөз. Моңғол тілінен диагностикалық және нәтижелі зерттеу тапсырмалар бойынша оқушылардың үлгерімі оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу біліктерін өзара салыстыра сараптау көзделді. Мұнда бастысы, сосын 2 ретті зерттеу жұмысының 2-іне де қатысқан оқушының үлгерімі есепке алынды. Нәтижелік зерттеуде оқушылардан сауалнама алынды. Бұл сауалнамадағы негізгі басты мазмұны сауалнаманың жаңағы клевменен сабақ оқыған кезде саған не қызықты болды, немесе сенің сабақ танымыңның, моңғолша сөздік қорыңның немесе қазақша сөздік қорыңның молаюына қандай нәрсе ықпал етті, оқу құралдарынан ең тартымдысы қандай деген сияқты сұрақтар мазмұндық жағынан ықпал ететін факторларға байланысты сұрақтар болды. Тапсырмаларға сараптама жасауда моңғол тілі бойынша мысалы алғашқы үлгерім деп атап қойдым. Бұл алғашқы үлгерім дегеніміз жаңағы сынаққа дейінгі, яғни желтоқсан айында жүрілген диагностикалық зерттеудің қорытындысы үлгерімі. Мұнда сынақ тобы 27% үлгерім көрсетсе, бақылау тобы 19% моңғол тілінен. Енді сынақ өткеннен кейін соңғы үлгерім бойынша, яғни нәтижелік зерттеу жұмысы бойынша сынақ тобы 33% үлгерім көрсеткен, бақылау тобы 30%. Мұнда екеуінде екі топта да ілгерілеушілік бар, бірақ сынақ тобының үлгерімі 6%-ға, бақылау топтарының үлгерімі 11%-бен артқан екен. Ал енді осы моңғол тілінен 4-ші сыныптардан сөздік қор, тыңдау, оқу, жазу, сөйлеу біліктіліктері қанша пайызға артты дегенде, алғашқы үлгерімі бойынша, мысалы ең төмен деңгей бұл оқу. Яғни 4-ші сыныптағы қазақ балаларының моңғолша оқу шыдамы бұл 3%. Кейін соңғы үлгерім бойынша 9%-ға жеткен. Яғни 6%-бен артқан. Мұнда сөздік қор, моңғол тіліндегі білетін сөздерінің деңгейі сол алдыңғы қалыпта ғана болған. Біздің зерттеу жұмыс бойынша көп артпаған. Басқа біліктері әжептәуір артқан, осындай нәтиже көрсеткен. Ал ендігі оқу үлгерімінің артуына және мен айттым, сауалнама жүрілді, және белгілі дәрежеде жетістіктер бар екен. Енді осы оқу үлгерімінің артуына ықпал еткен факторларды One-Way тесті бойынша тексергенде, тыңдау білігінің жақсаруына балалар, 4-ші сыныптың балалары, мұғалімнің қос тілде үйрету әдісі ұнады, және балаларды өзара моңғолша сөйлестіру ықпал етті деп жауап берген. Ендеше, моңғолша сабақтар бұрын математика және дене шынықтыру сабақтары моңғол тілінде жүрілмейтін 4-ші сыныптың балалары үшін мұғалімнің қос тілде үйрету әдістемесі тартымды, қызықты болғанын көруге болады. Және балаларды өзара моңғолша сөйлестіруі бізге қызықты көрінді деген жауап берген екен. Мынау 6-ші сыныптардың. 6-ші сынып, яғни орта сынып. Орта сыныпта қазіргі осы сынаққа дейін жаппай моңғол тілінде, қазақ тілі мен әдебиетінен басқа пәндер тұтастай моңғол тілінде жүрілуге тиісті шарт бойынша. Ал біз Кириллдің ұстанымдары бойынша сынақтан өткіздік. Мұнда қарасаңыздар, алғашқы үлгерім бойынша сынақ тобында 38% болса, соңғы үлгерімде 46%-ға жеткен. Яғни 8% артқан, бақылау топтарының үлгерімі 6%-ға артқан екен. Ал сөздік қор, оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу, бұлар
Мәселен, сөздік қор 6 сыныпта орта сынып болғандықтан олар енді 4 сыныппен салыстырғанда әжептәуір оқуға деген ынтасы бар, оқудың пайдасын түсінген балалар болғандықтан да болар, жаңағы сөздік қоры 1-ден 38%-ға дейін артқан. Сөйлеу білігі 7%-ға. Ең жоғары көрсеткіш осы. Енді бұл жаңағы 4 сынып пен 6 сыныптағы моңғол тілінің, яғни екінші тілдің жағдайы болса, енді мынау ана тілінің, қазақ балаларының қазақ тілінің деңгейі қандай дегенде. Ондай болса, бұл жерде әрбір мектеппенен көрсетілген соңғы үлгері мына жерде айырма. Яғни ана тілінің сынақ тобында қалай, 4 сыныптың бақылау тобында көрсеткіш қалай. Және 6 сыныпта тағда сынақ тобы мен бақылау тобындағы нәтижелер қалай дегенде, ана тілі бойынша сөздік қордың молаюы, жазу, сызу, жазу, сөйлеу, оқу, 4 біліктің артуы бұл жерде ең жоғары көрсеткіш. Бұл 6 сыныпта 21,8%-бенен, және 2 зерттеу жұмысындағы айырма ең жоғары көрсеткіш осы. Осындай деңгейге жақсарған жетістік байқалады. Ал келесі бір біздің көздеген мақсатымыз, мынау жоғарыдағы кесте бойынша бұл барлық қатысқан оқушылар түгел қорытындыланса, екінші кесте бойынша 2 реткі зерттеу жұмысына бірдей қамтылған. Кейде мысалы балалар сол күні сабақта болмай қалады деген сияқты жағдайлар болады ғой. Ендеше мынау екінші кестеде болғанда 2 зерттеу жұмысына да, яғни сынақтан бұрынғы және сынақтан соңғы 2 зерттеуге де қатысқан балалардың үлгерімі сарапқа салынған. Мұндағы ең жоғарғы көрсеткіш 6 сыныпта тағы да сынақ тобында 32%-ға дейін балалардың оқу сапасының артқанын байқауға болады ана тілі бойынша. Қорытындылай қарасақ, мына жерде тыңдауға арналған тапсырмалардың нәтижесі басқалардан жоғары екен жалпы. Ендеше біздің 6-4 сыныптың балалары оқып берген мәтінді немесе өздері қандай бір жолмен тыңдаған мәтіннен түсінгендері бойынша тапсырмаларды жақсы жоғары деңгейде орындаған. Оқу, жазу, сөйлеу біліктерінің нәтижелері төмен болған. Оның басты себептері мәтінге талдау жасау, ақпаратты өз бетінше оқып түсіну, өзіне қажетті ақпаратты мәтіннің ішінен тауып дұрыс таңдау жасау, қатесіз жазу, өз ойын дұрыс жеткізу қатарлы біліктері төмен екендігі байқалады. Сосын 4 сыныптың үлгерімі, 6 сыныптың үлгерімі екеуде 11-ден 12%-ға жалпы артқандығын көруге болады. Клил арқылы біз 2 сынақтың нәтижесін байқап, қысқаша мынандай жетістіктерге жеткенімізді ана тілі бойынша айта аламыз. Мұнда сынақ тобының үлгерімі әр пән біліктілік бойынша жалпы артқан. Мәселен, тыңдау, сөйлеу біліктері 20%-ға дейін жоғары көрсеткішке жеткен. Тестімен берілген тапсырмаларды шартына сай орындайтын болып қалыптасқан. Бұл жердегі түсіндіре кетейін, әсіресе 4 сыныптарда 2 жыл жаңағы пандемиядан болып үйде жатқан балалар тестті, яғни көп жауаптың ішінде бір ғана жауап дұрыс болатындығын таңдай алмай қалған, яғни сынамамен жұмыстаудың шарттарын білмейтінді алдында осы олқылықтың орны толтырылғандығын байқауға болады. Сосын зейін шоғырландыру, мұқият көңіл бөлу артқан. Жаңағы пандемиядан кейін балалар зейінін шоғырландырып, берілген ақпаратқа мұқият көңіл бөлу жағы жетіспей жатса, сынақтан кейін өзіне берілген тапсырманы мұқият оқып, зейін шоғырландыратын осы деңгейі жақсы қалыптасқандығын байқауға болады. Сонымен бірге сөйлеу білігі бойынша берілген тапсырмаларды орындағанда әр пәннің өзіне сай атауын, терминдерін дұрыс қолдануға, өз ойын толық сөйлеумен жеткізуге тырысатын болып қалыптаса бастағандығы байқалады. Мысалы, дене шынықтыру сабағында баланың сөйлеу қабілетін
тексеретін жаңағыдай суреттер арқылы әңгіме айтқыздық деп отырмын ғой. Сол кезде жаңағы берілген суретте қолым бүйтіп тұр, отыр, немесе қолын былай істеді деген сияқты жаңағыдай бір қосымша сөздермен немесе бір сөзбен ғана жауап беретін болса, сынақтан кейін балалар жаңағы қолын жоғары көтерді, немесе оңға бұрылып тұр, басын жоғары көтеріп тұр деген сияқты толық сөйлемдерменен ойын жеткізуге тырысатын болғандығын көре алдық. Сонымен қатар нөлден бір ұпай алған, яғни өте төменгі көрсеткіштердің оқушылардың саны азайғандығын байқауға болады. Мұнда жаңағы біздің алғашқы зерттеуіміз бойынша 44 оқушыда мысалы 0-дан 1 ғана ұпай алған болса, кейін бұл көрсеткіш 16-ға дейін қысқарып, оқушылардың әжептәуір сапасы жақсарғандығы көрінді. Ендеше Клиль әдістемесінің алғышартының өзі ана тіліне негізделген көп тілді білім беру ғой. Ендеше екі тілді қатар қолдап дамытамыз деген сөз. Теория бойынша ана тілінің деңгейі артқан сайын келесі тілдерді үйрену оңайға соғады. Біздің сынақ нәтижесі бойынша ана тілін оқып үйрену сапасының артуы мақсатты тілді үйренуге де оң ықпал етеді деп қорытынды жасап отырмыз. Мына жерде 6 сынып пен 4 сыныптың жаңағы біліктіліктеріне байланысты деңгейлері көрсетілген. Ендеше алғашқы үлгерімде, соңғы үлгерімде деп. Барлығында да ана тілі бойынша өте үлкен болмаса да белгілі дәрежеде жетістіктер барын байқай аламыз. Ендеше осы біздің аз уақыттағы тәжірибе жұмысымызға нелер әсер етті дегенде, мұғалімнің үйрету әдістемесі, яғни Клильдің өзіндік ерекшелігі. Оны біз балалардың сауалнамасындағы сабақты қос тілде оқу қызықты болды, мұғалімнің қос тілде үйрету әдісі қызықты болды деген сияқты жауаптарын дәлелге келтіре алады екенбіз. Сонымен қатар ұйымдастыру, қолдау, бір-бірімізге көмектесу. Мұнда жаңағы 2018 жылдан бастап кішкене уақытты шектесек дұрыс болар еді. Қазір міне болдым, бір ғана слайд қалды. Оқыту семинарлардың нәтижесі, сосын сынақ мектептеріндегі мұғалімдердің өзара ынтымақтастығының нығаюы, сонымен қатар оқу құралдарының сынаққа алынған 5 пән бойынша қазақша, моңғолша, моңғолша, қазақша сөздіктердің әзірленуі қатарлы басты факторларды айта алады екенбіз. Сонымен қорытындылай келе 4-тен 6 сыныптардың сынақ топтарына жүргізілген 2 реткі зерттеу жұмысының нәтижелері бойынша оқушылардың 4 білігі баяу болса да біркелкі дамытуға мүмкіндік беретін әдістеме деген қорытындыға келдік. Сосын ана тілі мен моңғол тілінің шыдамын кешенді түрде қолдауға мүмкіндік тудыратын әдістеме екендігіне көз жеткіздік. Сосын осы көз жеткізу барысында біз алдындағы жоспарлағанымыздай сынақ кезінде кесілген тілдік қатынастардың тиімді болғандығын көрсетеді деуге толық негіз болады. Бұл жерде моңғол тілі мен қазақ тілінің еленетін қатынастарын біз дұрыс жоспарлаппыз деген қорытындыға келдік. Сонымен қатар оқытуды дұрыс ұйымдастыру, тараптардың ынтымақтастығы, мамандық қолдаулар маңызды екендігі байқалды. Және әлде де енді біз не істейміз дегенде, оқу тілі мен қос тілде үйретілетін пәндер қатарын анық, нақты болдырып, тақырыптық және кезекті сабақ бағдарламасын қос тілде жасау, оның жүзеге асуына кәсіби әрі қаржылай қолдау көрсету жеткілікті болу керек. Сосын сынақ нәтижесі бойынша Клиль әдістемесін қолдануға болатындықтан, оны басқа мектептерге тарату, жүзеге асыруға және өзіндік модель үлгімізді жасау қажет деген тоқтамға келіп отырмыз. Сонымен қатар зерттеуші мамандар тапсырмаларға сараптама жасағанда статистикалық маңызы жоқ айнымалыларды әрі қарай зерттеу әдістемесі мен құралдарын одан сайын толықтырып, қайтадан жақсартып, келесі зерттеу жұмыстарына әзірлеу қажеттілігі туындап отыр. Назар аударғандарыңызға көп рахмет. Жақсы, рахмет. Бізге Моңғолияда Клиль тақырыбында бізге өте мазмұнды баяндама жасап бергеніңіз үшін көп рахмет, алғыс айтамыз.
Сіздерге де көп рахмет. Істеріңізге сәттілік болсын.